Достар, саламатсыздар ма, қалайсыздар, жақсылар ма? Достар, біз бүгін сіздермен механикалық толқындардың тербелістерге байланысты екінші бөлім есептерін шығарып бастаймыз. Бастайық олай болса, достар. Так, бірінші есебіміз қатаңдығы 200 ньютон бөлінген метр серпеге ілінген жүк 0,1 синус 5-ті тербеліс теңдеуімен тербеледі, жүктің массасы дейді. Достар, бұны шығару үшін бізге циклдік жиіліктің ана формасын жазып бізде К бөлінген М деген. Осы жерден М-ді тапсам, осы жерден М-ді тапсам, не болады ол? К бөлінген омега квадрат болады, е? Түбірден құтылу үшін екі жақ квадраттаймын. Сол кезде К деген қатаңдық менде 200 екен, ал омега деген, достар, синус мен тінің арасында тұрған, е? Ол бізде 5, яғни 5-тің квадраты. Сол кезде 200-ді бөлемін 25-ке, 8 шығады екен, достар. 8 килограммдық зат екен ол, окей? Жалғастырамыз. Массасы 100 грамм серпеге ілінген жүк, x тең 0,1 косинус 10-ті тербеліс теңдеуімен тербеледі, серпенің қатаңдығы. Тап жаңа формамен шығара саламыз, достар, е? Турасында К бөлінген М-мен шығарсақ, осы жерден К-ны тапсақ, ол бізде не болады? Омега квадрат көптеген М болады да. Сол кезде К тең омега дегеніміз бізде косинус мен тың арасында орналасқан 10, е? 10-ның квадрат көбейтілген 100 грамм деген килограммен 0,1 килограмм. Сол кезде 100 көбейтілген 0,1 10 болып тұр бізде. 10 ньютон бөлінген метр қатаңдығы бар екен бұл дененің. Жалғастырамыз. Массасы 400 грамм серпеге ілінген жүк 15 бөлінген пи герц жиілігімен тербеледі, серпенің қатаңдығы. Достар, жаңа немен шығара салсам, е? Омегамен шығара салсам, омега турасында К бөлінген М десем да, достар, е? Осы жерден омеганы тауып алсам, омега деген менде, помните, 2π нью еді ғой, 2π нью. Осылай есептесем, 2π ньюға 15 бөлінген пиді қойсам, пи мен пи қысқарып, сол кезде омега деген 30 болып тұр, е? Енді мына жерден қатаңдық тапсам, достар, мына формуладан қатаңдық тапсам, қатаңдықтың формасы неге тең болады? Омега квадрат көбейтілген М болады, е? Сол кезде омега деген менде 30 шықты ғой. 30-дың квадраты көбейтілген масса менде ол 400 грамм 0,4 болады, е? Сол кезде 900 көбейту 0,4, 360 екен, достар. 360 ньютон бөлінген метр қатаңдығы бар екен осы дененің, хорошо? Жалғастырамыз. Қатаңдығы 160 ньютон бөлінген метр серпеге ілінген жүк 1,2 секунд периодымен тербеледі, жүктің массасы. Так, 2π түбірасында М бөлінген К-мен шығарса, түбірден құтылу үшін екі жақты квадраттаймыз, сол кезде Т квадрат тең 4π квадрат М бөлінген К қалады, осы жерден М-ді табу үшін Т квадрат К бөлінген 4π квадрат болады. Сол кезде Т квадрат деген бізде 1,2-нің квадраты, К деген 160 бөлінген 4π, пи деген, достар, 3.14-тің квадраты, ол примерно 10, 1.2 көбейту 160 бөлу 4 бөлу 3.14 бөлу 3.14. 4.86 дейді, достар. 4.86. Ой-ой-ой. Не болып кетті. Төді шпал. Қайтенспейін. 1,2-нің квадраты көбейту 160 бөлу 4 бөлу 3.14 бөлу 3.14. 5.84 екен, достар, жатасын. 5.84 жазбаймын жерге, 5.84 килограмм екен, яғни 5,8 килограмм деген сөз ол жоқ шығаны, хорошо? Жалғастырамыз. Қатаңдығы 20 ньютон бөлінген метр серпеге ілінген 50 грамм жүктің 20 тербеліс жасайтын уақыты. Окей. Достар, бұны шығару үшін Т тең түбірасында 2π бөлінген М бөлінген К-мен шығарсам, е? Осы жерден периодты ашсам, уақыт бөлінген N-мен ше, мынаны алып мен орнына қойып теңестірсем, сол кезде Т бөлінген N тең 2π түбірасында М бөлінген К қалады ғой. Осы жерден Т-ны табу үшін N-ді өткізіп жіберсем, сол кезде Т неге тең болады екен? 2π N түбірасында М бөлінген К болады екен, е? Сол кезде осы жерден есептей саламын, достар. 2.14 көбейтілген саны бізді қанша еді? 20, е? Түбірасында масса деген 0,5 50 грамм килограмм айналдырған кезде бөлінген 20. Алточка 28 сәткен, достар. Алточка 28 деген, яғни 2π деген сөз ол, достар, 2π секунд шығады екен, хорошо? Осы шығады белгілейміз. Жалғастырамыз. Ұзындығы 2,5 метр математикалық маятник 45 секунд уақытта жасайды тербеліс саны. Тап жаңа формамен шығара саламыз, достар, яғни период тең 2π түбірасында М бөлінген К, периодты тоже Т бөлінген N деп ашсам, мынаның орнына қойып теңестірсем, сол кезде менде қандай форма шығады? Т бөлінген N тең 2π түбірасында
м ой мынау менде серппелі маятник екен, ничего страшного, бұл жерге l бөлінген g деп жаза саламыз, иә. L бөлінген g болады екен де. Осы жерден n-ді табу үшін ол менде не болып қала салады? Период уақыт бөлінген 2π турасында l бөлінген g бола салады. Сөйтіп еспей салайын. Уақыт менде қанша ол? 40π екен, иә. Уақыт менде 40π бөлінген 2π турасында l бөлінген g, l ол менде 2,5, g 10, иә. Есептесем π мен π қысқарады ғой. 0,25-тің түбірі 0,5, сол кезде 40-тың өзі шығып тұр екен ғой, достар. 40 айналым жасайды екен. Хорошо? Жалғастырамыз. Жиілігі 5 бөлінген 2π герц математикалық маятниктің ұзындығы. Окей. Математикалық маятник формасы бізде 2π турасында l бөлінген g, иә. Енді жиілік арқылы t-ны біз 1 бөлінген ню деп ашсақ болады ғой. Сол кезде мынаны орнына қойсам, сол кезде менде 1 бөлінген ню тең 2π турасында l бөлінген g қалады, иә. Осы жерден l-ді табу үшін екі жақты квадраттаймын. Екі жақты квадраттаған кезде 1 бөлінген ню квадрат тең 4π квадрат l бөлінген g қалады да. Енді осы жерден мен l-ді тапсам, ол неге тең болады екен? G бөлінген 4π квадрат мю квадратқа тең болады екен, иә. Сөйтіп орнына қойып есептейін, g деген 10, иә. Бөлінген 4π квадрат 3.14-тің квадраты, мю квадрат бізде сразу квадраттап жаза салайыншы, мынаны достар, иә, мынау. Осы квадраттап жазсам, сол кезде ол қанша? 25 бөлінген 2π ғой, ол үстіне шығып кетіп 4π квадрат болады, иә. Сол кезде 4π квадрат қысқарып, онды 25-ке бөлсем қанша болады? 0,4 болып тұр ма? 0,4 метр шығып тұр, яғни 40 сантиметр деген ол. Хорошо? Жалғастырамыз. Математикалық маятник 30π секундта 60 тербеліс жасайды, жіп ұзындығы. Окей, бірінші мен периодты тауып алсам ол, достар, иә, t бөлінген n деп. Сол кезде 30π секунд деп тұр ғой, иә. 30π, айналым саны 60, иә. Сол кезде 0,5π болып тұр. Сол кезде енді жіп ұзындығын тапқан кезде t тең 2π турасында l бөлінген g мен шығара салам, иә. Осы жерден l-ді тапсам, сол кезде ол не болады? t квадрат g бөлінген 4π квадрат болады, иә. Сөйтіп орындарына қойсам, t квадрат деген менде ол период k сапымен 0,5π шықты, мінекей 0,5π 0,5π-дің квадраты көбейтілген g 10 бөлінген 4π-дің квадраты, иә. Сол кезде қанша шығып тұр, достар? 0,5 көбейтілген 10 бөлінген 4. Опа, 0,625 шығып тұр екен, достар. Бізде 0,625 метр шығып тұр, яғни сантиметрмен шыққан кезде бұл 62,5 сантиметр болады, иә. Жалғастырамыз. Ұзындығы 160 сантиметр математикалық маятниктің 10 тербеліс жасайтын уақыты. Окей. Периодтың формуласы t бөлінген n, иә. Осы жерден n-ді тапсам, ол менде уақыт бөлінген период. Периодты тауып алсам, 2π турасында l бөлінген g деп, иә. Сол кезде 2π турасында l деген 160, ол менде 0,6 болады, 1.6 болады, иә. Шатастым. Метрген алдырсақ 1.6 бөлінген 10, 0,6-тан түбір бізде 0,4 шығама, қанша шығады? Мына жақта бізде 2.51, 2 точкасында шықты. Енді сан еспеген кезде ұзыны 10 тербеліс жасайтын уақытта, достар, біз мына жерден негізді уақыт табу керек екен, бұл жерден уақытты табу керек екен. Уақыт тапса, яғни периодпен n көбейтіледі бізге, иә. Енді екеуін көбейтсем, сол кезде көбейді 10, орнына қойсам, 25-те 12 шығып тұрады, достар, ше. 25-те 12 шықпай қалды ғой, иә. 25-те 12. Но, достар, біз пи-дің мәнін ашып тастадық та, сол себеп бізде пи-сі шығып тұр. 25-те 12, иә. Енді мынаны ашып береді, мынау сияқты жауабы қазір. 8 көбейту 3.14 тең. 25-12 дұрыс екен, достар, мынауымыз. Бізде просто пи-дің мәнін ашып тастадық та, мынаны шығарсам қазір 8-ді 3.14 көбейтсем, сол 25-те 12 шығып тұр, иә. Біз саннан мәнмен алып кеттік, жауабы пи түрінде берілген екен, сол жауап берілгеніміз, хорошо? Жалғастырамыз. X тең 0,25 косинус 2-ті қозғалыс теңдеуімен тербелетін математикалық маятник жүгі үдеуінің амплитудасының модулі. Үдеу амплитудасының модулі бізде қалай еді? XM омега квадрат деп жаздық, иә. XM бізде 0,25, омега деген косинус пен т-ның арасында тұрған 2, иә, көбейту 2-ның квадраты. Сол кезде қанша болады? 1 метр секунд квадрат. Хорошо? Жалғастырамыз. Серпеге ілінген жүк 0,5 синус 3-ті қозғалыс теңдеуімен тербеледі, жүктің жылдамдық амплитудасы. Жылдамдықтың максимум мәнінің формасы бізде ол XM омега, иә.
xm деген 0,5, омега деген синус пен т арасындағы 3 ол, иә. Сол кезде қанша болып тұр менде? В 1,5 метр бөлінген секунд шығып тұр, иә. Осы жауап белгілейміз. Жалғастырамыз. Математикалық маятник 0,4 косинус 15-7 т қозғалыс заңымен тербеледі. Маятник тербелісінің периоды. Периодтың формуласы 2π бөлінген омега, иә. 2π, омега деген 15-7 міне жерде, достар. Косинус пен т арасындағы мән, иә. 15-7. Сол кезде осы жерден қанша шығады екен? 6,28 бөлу 15-7 тең, опа, 0,4 шығады екен, достар. 0,4 секунд шығады екен, 0,4 секундты белгілейміз. Жалғастырамыз. Серпеге массасы 40 грамм ілінген жүк x тең 0 синус 20 т қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Серпе қатаңдығы. Достар, бұны омега формасымен салсақ, иә. К бөлінген m деген формасымен үш жерден k-ны тапсаң, в общем болады омега квадрат көбейтілген m болады, иә. Орнына қоя салсаң, омега деген, достар, синус пен т арасындағы тұрған 20 ол бізде, иә. 20-ның квадраты көбейтілген 40 грамм деген ол бізде 0,4 килограмм. Көбейтеміз екенбіз, достар. 20-ның квадраты көбейту 0,4. Опа, 16. Жауап 16 ньютон бөлінген метр екен. Сол жауап белгілейміз. Хорошо? Жалғастырамыз. Серпеге ілінген жүк x тең 0,5 синус 785 т қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Жүктің тербеліс жиілігі. Так, достар, омега мынандай формасы береді, иә. 2π нью деген. Осы жерде нью тапсам, сол кезде ол омега бөлінген 2π болып тұр ғой. Омега деген, достар, синус пен т арасындағы 785 болып тұр, иә. Соны 2π-ға бөлу керек. 785 бөлу 6,28. Опа, 125 екен, достар, иә. 125 герц екен, 125 герц деген шаманы белгілейміз. Хорошо? Жалғастырамыз. Математикалық маятник x тең 0,24 косинус 1884 т қозғалыс заңымен тербеледі. Маятник тербелісінің жиілігі. Достар, тап жаңағы формуламен, омега тең 2π ньюмен шығарсаң, осы жерден нью тапса, омега бөлінген 2π ғой. Омега деген косинус пен т арасында тұрған, ол бізде 1884 бөлінген 2π екен. Осыны есептеменде 1884 бөлінген 628. Опа, 300 екен, достар. 300 герцпен қозғалады екен бұл, иә. Жалғастырамыз. Серпеге жүк ілінген, ол x ұзындыққа созылады. Серпе маятнигінің тербеліс периодын анықтайтын формула. Серпенің амплитудасына байланысты периодын былай да анықтасақ болады, иә. 2π x бөлінген g деп. Немесе дельта x деп, иә. x бөлінген 2π x бөлінген g деп. Осы формуляны анықтаймыз, хорошо? Так, жалғастырамыз. Серпеге жүк ілінгенде ол 4 мм ұзындыққа созылады. Серпелі маятниктің тербеліс периоды. Окей, серпелі маятниктің тербеліс периоды жаңағы 2π түбірасында x бөлінген g мен шығара саламыз, иә. Сол кезде 2π түбірасында x деген 4 мм деген сөз, ол бізде 0,4 деген сөз, иә, бөлінген 10. Сол кезде 0,4 бөлу 10 тең түбірі көбейту 2 тең 0,104 пи шығып тұр екен, достар, жауабы. 0,104 пи шығып тұр екен, яғни ол жауапты белгілейміз. Хорошо? Жалғастырамыз. Серпеге ілінген жүк 10 бөлінген пи герц жиілігімен тербеледі. Серпенің ең үлкен созылуы. Яғни x-ті табу керек, иә. Сол 2π x бөлінген g мен тапсақ, иә. Бірінші мен т-ны тауып алайыншы, достар. Ол менде 1 бөлінген жиілік қой. Мынаны әкеп қойсам, сол кезде 1 бөлінген 10 бөлінген пи үстіне шығып кетеді, иә. Сол кезде пиро неге тең болып қалады? Пи бөлінген 10-ға тең болып қалады, окей? Енді мына жерге әкеп қоямын. Осыны әкеп аша салайын, иә, мына орнына. Т-ны орнына қоя салсам, сол кезде пи бөлінген 10 тең 2π түбірасында l бөлінген 10, иә, g-ні мәнін қойдым, окей? Пи мен пи қысқарады. Екі жақты квадраттайым түбірден құтылу үшін. Екі жақты квадраттаған кезде, в общем, 1 бөлінген 100 тең 4l бөлінген 10 болады, иә. Сол кезде осы жерден l-ді тапсам, ол неге тең болады? 10 бөлінген 400-ге тең болады, иә. Сол кезде ол жерден қанша болып тұр? 0,104 па? 0,25 екен ғой. 0,25 шығады екен, достар, иә. 0,25 дұрыс па? 400, опа. Дұрыс, иә, 0,25 екен, достар. 0,25 метр шықты да, бұл миллиметрге алдыру үшін біз мыңға көбейтеміз, иә. Сол кезде ол 25 мм деген сөз, достар, міне 25 мм, сразу а жауабын белгілеткенбіз, хорошо? Жалғастырамыз. Серпеге ілінген жүк мю жиілігімен тербеледі. Серпенің ең үлкен созылуын анықтайтын формула. Окей, оны біз мынамен анықтаймыз, иә. 2π x бөлінген g мен, окей. Ал периодты 1 бөлінген жиілікпен анықтаймыз, мынаның орнына қойып жіберсем, сол кезде 1 бөлінген жиілік тең 2π
x бөлінген g қалады. Енді осы жерде x табу үшін екі жақты квадраттаймын. Екі жақты квадраттаған кезде 1 бөлінген мю квадрат тең 4π квадрат бөлінген x бөлінген g болады. Осы жерде x тапсам, сол кезде g бөлінген 4π квадрат мю квадрат болады екен. Осындай бар ма, достар? g бөлінген вот мынау болып тұрады, достар, потому что мына былай жасағанда g 2π ньюдің квадрат деп жасаған. Бәрібір ғой, түсіндіңіздер деп ойлаймын, достар. Жалғастырамыз. Егер математикалық маятник жібінің ұзындығы 30 сантиметрге ұзартсақ, оның тербеліс периоды 2 есе артады. Жіптің бастапқы ұзындығы. Окей. Бастапқыда математикалық маятник 2π түбір астында LG болған. Енді екінші жағдайда оның периоды 2 есе артқан. 2 есе артқан. 2π L ұзындығы 30 сантиметрге ұзартсақ дейді, яғни L плюс 30 болған ғой. Окей? Солай дейді. Олай болса, оны бастапқы ұзындығын табу керек. Мына теңдеу жүйесі ретінде қарастырып, достар, бір-біріне бөлу тәсілімен шығарсалсам, т мен т, 2π мен 2π, g мен g қысқарады ғой. Сол кезде не қалады? Мына жақта 1 бөлінген 2 тең түбір астында L бөлінген L плюс 30 қалады. Осы жерден енді түбірден құтылу үшін екі жақ квадраттаймын. Сол кезде 1 бөлінген 4 тең L бөлінген L плюс 30 қалады. Осы жерден мынаны пропорциямен былай жасап шықсам, 12L тең L плюс 30 болады. L-ді мына жаққа өткізсем, минус өтіп, 3L тең 30 болса, L тең 10 болады, 10 сантиметр. Демек, оның бастапқы ұзындығы 10 сантиметр екен. Хорошо? Жалғастырамыз. Егер математика маятник жібінің ұзындығы 32 сантиметрге кемітсек, оның тербеліс периоды 40%-ға кемеді. Жіптің бастапқы ұзындығы. Достар, тап жаңағыдай, 2π түбір астында L бөлінген g деймді. 40%-ға кемет деген сөз 60% қалды деген сөз, достар. 60% қалды, оны мен коэффициент түрін 0,6t деп жазам, окей? 2π 30 сантиметр кемітсек 32 сантиметр, яғни L минус 32 деймін, бөлінген g. Тап жаңағыдай болса, теңдеу жүйесі ретінде қарастырып, бір-біріне бөліп тастай салайын. Біріне бөліп тастасам, т мен т, 2π мен 2π, g мен g қысқарайды. Сол кезде не қалды? Мына жақтан 1 бөлінген 0,6 тең түбір астында L бөлінген L минус 32 қалды. Екі жақты квадраттаймын түбірден құтылу үшін. Сол кезде сразу аша салайын, достар. 0,6 жақсан пропорцияны сразу бұзып атым, достар. 0,6 L тең L минус 32 болады ғой. Сол кезде L-ді мына жаққа өткізсем, минус 0,4 L тең минус 32 болады да, екі жақта минус плюс өп кетіп, осы жерден L-ді тапсам, 32 бөлінген 0,4, 32 бөлі 0,4, опа, 80 екен, достар, 80 сантиметр шығып тұр екен, е? О, шықпай алды ғой. Қате істедім, достар. Қырық пайызға кемегенде 0,6 алдық, е? Дұрыс, е, достар, е? Достар, мен мынаны квадраттаған кезде, мынаны квадраттамай кетіп, достар, мына екі жақ квадраттаған кезде мынаны квадраты болады да, мына менде 0,36 болады, окей, 0,6-ның квадраты. Сол кезде 0,36, мынаны не қылып өткізсек, сол кезде мынаны 0,64 екен, достар, окей? 0,64 екен, достар. Көшірметтім, жерін асық-сық жасадық, е? Мына сол кезде 0,64 минусымен 2 минус плюс өп кетіп, сол кезде мен 32-ні 0,64-ке бөлу керек екен, достар. 32 бөлі 0,64. Опа, 50 болады екен, достар, сол кезде. 50 сантиметр, е? Сондай жауап бізде бар екен, осыны белгілейміз. Жалғастырамыз. Ұзындығы 40 сантиметр математика маятник жібін тағы 120 сантиметр ұзартсақ, оның тербеліс жиілігі. 40 сантиметр математика маятник жібін тағы... Достар, енді қараңыздар, бірінші 40 сантиметр болған, жиілігі деп тұр ғой, енді достар, оны мен былай істесемше, математикалық маятник периодының формасы түбір астында L бөлінген g ғой, ал мынаны мен жиілігі арқылы ашсам 1 бөлінген мю ғой, мынаны орнына қойып жіберсем, сол кезде 1 бөлінген мю тең болады 2π түбір астында L бөлінген g, осы жерден мю тапсам, ол неге тең болады? 1 бөлінген 2π түбір астында L бөлінген g-ға тең болады, Енді менде не деп атыр? Бастапқыда ол қанша сантиметр? 40 сантиметр математика маятник жібін. 40 сантиметр ол 0,4 болған, жібін тағы тағы 160 болады сол кезде, 160, 1,6 болып тұр. Сол кезде, достар, қараңыздар, мына жерде
бірінші жағдайда менде в общем 1 бөлінген 2 пи түбірасында ол жерге 40 сантиметр 0,4 қой, 0,4 бөлінген 10 болғанда, окей, бұл жерден в общем қанша шығады? 0,4-ті 10-ға бөлсем, 0,4 оның түбірі 1 бөлінген 2 пи 0,2 болады, түбірден шыққан кезде, окей. Ал енді екінші жағдайда 1 бөлінген 2 пи түбірасында 40 сантиметр тағы 120 сантиметр ұзатса 160 болады, 160 деген сол кезде оны 1,6 бөлінген 10 болады да, сол кезде бұдан түбірден 1 бөлінген 2 пи 0,6-тан 0,4 шығады, 0,4 шығады. Енді достар, қанша есе азайып жатыр мынау достар? Мынау менде екінші жағдайда 2 есе азайып жатыр деген сөз, мына екеуін салыстырып көрсем. Яғни мына 0,2-ні 2-ге көбейтсем, астында яғни сондай болады ғой, демек ол 2 есе азайып жатыр деген сөз, қарашы. 2 есе кемиді деген жауапты белгілеймін. Достар, мына есептерді мен асығыс шығарып кетсем, мұқият замедление режимін мұқият бір қарап алыңыздар, жақсылап, өздеріңізге түсінікті болады деп ойлаймын. Тақырыптарды жақсы меңгеріп жатырсыздар деп үміттеніп отырмын. Сондай үмітпен басқа тақырыптарды да жалғастыруға ниеттімін. Жақсы достар, олай болса сау болыңыздар, аман болыңыздар, келесі уақытта кездескенше.